Мен Бейсенбайтегі Роза Зәкенқызы, Кереку қаласынан Қазақстан Республикасының ішкі істер министріне видео үндеу жолдап тұрмын. Өйткені сағат 11 мен 12-нің арасында Каспий банкта сұмдық тілдік дискриминация болған кезде күзет анда фамилиясын ұмытып қалдым, әйтеуір сумкамды бірнеше тартып алды. Мені итеріп шығармақшы болды. Мен әйтеуір іс әрекетін істемеген, менің видеоларым, сол видеоларым арқылы мен енді аман қалдым содан. Полицияны шақырдым әрине. Полиция келді, бірақ та ана полицейский бала мен айттым, мен қазір қатты уақытым жоқ, өйткені барлық уақытымды сол Каспий банк жеп қойды. Мен айттым, сіз мені телефоным бар ғой, бар. Мен Роза Бейсенбайтегі екенін білесіз ғой, білесіз. Енді сіз маған ниетіңізші деп звондаңызшы, жақсы деді ол бала. Мен кетіп қалдым біз шаруалармен. Енді сол баланың түрі таныс, аты жөні фамилиясы есімде жоқ. Сондықтан менде көп контактілер бар, бірақ та кім екенін білмеймін. Мен 102-ге хабарластым. Мінекей ол солтүстік полиция деді. Соның басшысын Павловты онда маған қосыңыз, тым болмаса орынбасарын қосыңыз. Жоқ, Павловты бірнеше рет мен Павловтың соңынан жүргем. Ол өзін өте жоғары санайды. Мен солай ойлап тұрмын. Не ол қазақтың білмейтін, ешқандай моралдық та, заңдық та құқы жоқ. Анда отыратын бір адам, қазақ тіліне қарсы, ұлттың тіліне қарсы, ашу-ызасын тудыратын, ұлтаралық қатынасқа сынақ қағатын, мен солай ойлаймын. Өйткені қалай ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметінде отырады, 30 жыл қазақ тілі мемлекеттік тіл, қалай ол анда отыр, параға сатып алды ма өзінің қызметін. Енді мен айттым, осыны сіздер қазір шешіп берсеңіздер, түсіндірсеңіздер, неліктен 4-5 сағат учаскелік инспектор маған хабарласпады. Яғни учаскелік инспектор олға Павлов, мүмкін Скляр, ішкі істер департаментінің басшысы, бұйрық берді. Қазақ тіліне қатысты ешқандай реакция жасамаңдар. Қазақ тілін басындыра беріңдер. Мүмкін олар енді 5-ші колонна коллаборанттар біз ұлттық қауіпсіздік комитеттің сатқындығын көріп отырмыз ғой. Мына қаңтар оқиғасына қатысты. Мүмкін олар бізде сол Скляр Павлов сатқындығы жасап отыр осы мемлекетке. Сондықтан сіз назар аударыңыз. Қазақ тілін болдырмауда енді мында әкімде жұмыс істейді, соған енді әкім ол енді Тоқаевқа видео үндеу жасау керек болады. Әйтеуір мүмкін барлығы қосылып осы мемлекетке сатқындық істеп отыр. Өйткені бізде Кереку қаласында ешқашан қазақ тілде ешқайда қызмет ала алмайсың. Ешқайда қызмет ала алмайсың. Терминалдардан бастап, ақпараттар барлығы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Сосын қызмет тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Өте сирек бір 100% алсық, мысалы үшін бір 5%-ға жетпейтін қызметті оның өзінде ұрлап-жырлап алу керек. Мінекей, енді мен оларға жағдайды түсіндірдім, айттым, сіз қосыңыз. Енді орыстар айтады ғой, рабочий порядке, мүмкін шешеді, мүмкін түсіндіреді. Жоқ, олар бірнеше мен 102-ге звондадым, 102 арқылы мен сол Павловпен сөйлеспекші болдым, тым болмаса орынбасармен. Мен айттым, егер дедім олар менімен сөйлеспесе, мен онда видео үндеу жариялайын деп. Енді мінекей, кезекші айтады маған, оңтүстік полиция бөлімінің, ол айтады, сіз жазылыңыз оның қабылдауына. Мен айтам, не үшін мен жазылуым керек? Мен Роза Бейсенбайтегі, мені жұмысқа алыңыздар, не мен бір туысымды полицияға, не жеке шаруамын, мен онда жазылам, ешқандай проблема жоқ. Бірақ та бір мынау мемлекеттің тілі, мынау қазақ ұлтының мемлекет құрушы тілі, не үшін мен солардың алдында 4 аяқтап тұрып, жазылып, күтіп, оларға бірдеңе деуім керек. Мінекей, министр мырза, сіз назар аударыңыз, немене болып жатыр? Скляр, Павлов, қазақ тілін жоюға, енді болдырмауға, осылай жұмыс істеп отыр. Менің ойым сол. Ол үлкен басшылардан, сіздерден ба, сіздердің тараптарыңыздан болып жатыр ма сатқындық, әлде қалай, немене болып жатыр? Мен сол Роза Бейсенбайтегі соны білгім келеді. Маған жауап беріңіз. Осыны барлық жерге, қандай блогерлар бар, шетелге, барлық жерге таратуларыңызды сұраймын.